Таныс қойыңдар бұл Боб, және ол бүгін зомби апокалипсисте тірі қалып көреді. Не, құйын қайдан? Жарайды, импровизациялауға тура келеді. Сонымен бүгін Боб құйынның эпи орталығында болып тірі қалып көреді. Бар жоғы 30 секунд аралығында пайда болатын. Эпи орталыққа түспеуді болдырмас үшін Бобқа 100 км/сағатқа жуық жылдамдықпен қозғалу керек. Өкінішке орай Боб өзі қалағандай қатты жүгіре алмайды. Сондықтан тірі қалу үшін оған жер асты бекінісінде тығылу керек. Бомба қорғанға немесе басқа қорқыныштырақ құйынға айналу керек. Бірақ жоқ, Боб бұл көмектеспейді. Енді Бобқа құйынның ішінде бар жоғы бірнеше сағат немесе максимум бірнеше күн шыдау керек. Сондықтан тынышталып көр. Бірақ та бұл өте проблемалық. Желдің екпіні салдарынан сен тыныс ала алмайсың. Өйткені Бернулли заңы бойынша қозғалатын ауа мен ауа арасындағы қысымның айырмашылығына байланысты мұны жасау өте қиын. Өткенде ұшып келе жатқан сиырдың сүтін ішуге болады. Дегенмен ол саған көнбейтін шығар. Бірақ жақсы жаңалықтар да бар. Сенің жолың болды. Өйткені бұл Фудзи шкаласындағы апокалиптикалық дауыл емес екендігіне, өйткені бұл жағдайда аман қалу мүмкін болмай қалады. Ал бүкіл эксперимент өте қатал болар еді. Тоқтаңдар. Боб, менде саған жаман жаңалық бар. Боб, сен альтернативті шындыққа түскен сияқтысың. Егер де сенде онша ауыр зақым болмаса, сіз Гудвинге барып оның миын өлтіре аласыз. Шынымен, сонда сен түсінер едің біздің эксперименттердің тоқтатылғаны жақсы екенін. Ол жақта не болса да, бірақ бұл сен үшін ертегі жаман аяқталады. Осы видеоны достарыңа көрсет және каналға тіркел. Бобқа жаңа эксперименттерді өткізіп алмас үшін.